Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге Прочь фильмін қысқаша айтып беремін. Фильмнің басында қара нәсілді жігіт түнде келе жатады. Оның қасына ақ көлік келіп тоқтайды. Жігіт айналып кері кетпек болғанымен, оны қылғындырып, есінен тандырып, көлікке салып алып кетеді. Басты кейіпкер фотограф Крис есімді жігіт. Ол өзінің қызы Роузды күтіп алады. Крис қыздың үйіне барып, әке-шешесімен танысу керек. Сол себепті киім-кешегін жинап жатыр. Ол кішкене уайымдап тұр, себебі Роуздың әке-шешесі оның қара нәсілді екенін білмейді. Екеуі жолға шығып кетеді. Жолда Крис досы Родқа қоңырау шалады. Ол қалжыңдап, оның ақ әке-шешесінен абайла дейді. Олар келе жатып, киікті қағып кетеді. Тоқтап, екеуі көліктен түседі. Жануардың дауысын естіп, Крис сол жаққа қарай жүреді. Барып, өліп қалған киікті көреді. Сол жерге полиция келеді. Рөлде Роуз болғанына қарамастан, полиция Кристің құжатын сұрайды. Бірақ Роузға ол ұнамай, құжатын бергізбейді. Екеуі үйге келеді. Үй орманның арасында орналасқан және жалғыз. Келе жатып, Крис ірі денелі қара нәсілді жігітті көреді. Есік алдынан қыздың әке-шешесі күтіп алады. Әкесінің аты Дин, анасының аты Мисси. Қыздың әкесі екеуі қашаннан бері кездесіп жүргендерін сұрайды. Крис 4 ай деп жауап береді. Бірақ Роуз кездескенімізге 5 ай болды дейді. Дин Криске үйдің ішін көрсетеді. Оған отбасылық суреттерді көрсетіп, және өзінің нейрохирург екенін, ал әйелі Миссидің психиатр екенін айтады. Ас үйге келіп, Джорджина есімді үй қызметкерін көреді. Дин үй қызметшілерін әке-шешеме қарау үшін жалдадым дейді. Олар қайтыс болғасын, Джорджина мен Уолтерді жіберуге қимадым дейді. Барлығы далада отырғанда, Мисси Кристен әке-шешесі туралы сұрайды. Крис, әкем есімде жоқ, ал анам 11 жасында қайтыс болды дейді. Кристің темекі шегетінін біліп, олар оған Миссидің гипнозын қабылдауды ұсынады. Крис керек емес дейді. Дин отбасының дәстүрі бойынша ертең барлық достары жиналатынын айтады. Роуз, маған неге ескертпедіңдер дейді. Әңгіме барысында үй қызметшісі ойланып келіп, сусынды төгіп алады. Мисси оған жатып, демалып ал дейді. Джорджина оған жымиып келіседі. Роуздың ағасы Джереми келеді. Отбасы дастархан басында жиналады. Мисси ас үйге кеткенде, жігіттер спорт жайлы әңгіме қозғайды. Джереми Кристен ережесіз жекпе-жек туралы сұрайды. Ол ішіп алып, Кристі қылғындырмақ болады. Бірақ Мисси оны тоқтатады. Жатын бөлмеде Роуз үйіндегілердің жігітіне деген қарым-қатынасы ұнамайтынын айтады. Және Кристен оны үйіне әкелген үшін кешірім сұрайды. Түнде Крис ұйықтай алмай, сыртқа темекі шегуге шығады. Далаға шыққанда, бақша күтуші оған тіп-тіке жүгіріп келе жатып, бұрылып кетеді. Крис қорқып кетіп, артына қараса, үйден Джорджинаны көреді. Ол терезеге қарап тұрып, кетіп қалады. Крис үйге кіріп келе жатып, Миссиді көріп қалады. Ол Кристің отыруын өтінеді. Крис отырғасын, онымен гипноз жайлы әңгіме айтып, қасықпен шайды араластыра бастайды. Сосын ол Кристен анасы жайлы сұрайды. Крис анасы жайлы айтқысы келмесе де, кесеге қарап, гипнозға түсіп айта бастайды. Анасы өлген күні Крис үйде болған және теледидар қарап отырған. Ол кезде жаңбыр жауып тұр. Ол жаңбырдың дауысын ести бастайды. Кристің көзіне жас келіп, бәрі есіне түсе бастайды. Крис жылап, анасы өлген күндегідей орындықта тырнай бастайды. Ол қозғала алмай қалады. Сол кезде Мисси, сен батасың дейді. Крис санасының түбіне бата бастайды. Ол қараңғы түнекке түседі. Оның көз алдында терезе тұр, және одан сыртқа әлем көрініп тұр. Яғни Мисси және оның кабинеті. Кристің түрі қорқыныштан қатып қалды. Мисси оның көзін жабады. Ол қараңғы түнекте қалып қояды. Сосын ол шошып оянып, телефонының қуаттағыштан ажыратылып жатқанын көреді. Крис орманды суретке түсіріп келгеннен кейін үй жақтан Уолтерді көреді. Уолтермен сөйлесіп, ол оның біртүрлі қылықтарын байқайды. Әңгіме барысында ол Криске қызың неткен керемет, кез келген жігіттің арманы дейді. Және Крис Уолтерден Миссидің кабинетінде бірнеше сағат отырғанын біледі.
Ол Роузға кешегі гипноз оның темекі шегу әдетіне қалай әсер еткенін айтады. Уолтердің біртүрлі қылығын және қалай сөйлейтінін түсінбейтінін айтады. Және Роуз оған ұнайды дейді. Ол күліп Криске сенбейді. Қонақтар келді. Екеуі оларды көруге шығады. Әңгіме кезінде қонақтар Кристі қара нәсілді деп шектен шығады. Крис адамдарға камера арқылы қарайды және қонақтар арасынан өзі сияқты қара нәсілді адамды байқайды. Оның сөйлеу мәнері және жымиюы дәл Джорджина мен Уолтер сияқты. Оның әйелі өзінен 30 жас үлкен. Крис бұл жерде бірдеңе дұрыс емес екенін түсіне бастайды. Және ол екінші қабатқа көтерілгенде қонақтың бәрі үндемей қалады. Кристің телефоны қуаттағыштан тағы да ажыратылған. Ол Роузға Джорджина телефоныңды өшіріп басады дейді. Бірақ Роуз тағы да сенбейді. Крис Родпен телефон арқылы сөйлесіп, оған жергілікті адамдардың бір түсті екендігін айтады. Род оған ол жерден дереу кетіп қалуын сұрайды, және ол жердегі қара нәсілділер гипноз алған болуы мүмкін дейді. Крис қонақтарға оралады. Қонақтардың біреуі оған нәсілдікке байланысты ыңғайсыз сұрақ қояды. Крис ол сұрақты Логанға қояды. Ол жауап беріп жатқан кезде Крис оны суретке түсірмекші болады. Телефонның жарығы жанып сөнгенде Логанның мұрнынан қан кетіп, ол Кристі ұстап алып, бұл жерден қаш деп айқайлайды. Оны алып кетеді. Месси Логанды тыныштандырады. Логан Мессидің бөлмесінен жымиып, дым болмағандай шығады. Роуз пен Крис көлдің жағасында оңашада сөйлеседі. Крис Логанға бірдеңе жасаған дейді. Және Роузға сенің анаң менің басымды айналдырды дейді. Және бұл жерден кеткісі келетінін айтады. Роуз оған ренжіп, мені тастап кетесің бе дейді. Осы уақытта Роуздың әкесі аукционда Кристі сатып жатады. Соңында оны Джейм Хадсон деген кісі сатып алады. Крис анасының өліміне өзін кінәлайтынын айтады. Және ол Роузға оны жақсы көретінін, және ол бұл жерде тастап кетпейтінін айтады. Роуз оған келіседі. Үйге келсе, қонақтар тарап жатыр. Бәрі Криске қарап тұр. Крис Родқа Логанның суретін жібереді. Род сол мезетте Криспен хабарласып, оның Андре Хейвард екенін айтады. Крис Роузға дереу кетуіміз керек, заттарыңды жина дейді. Ол бөлмеде кішкентай ашық тұрған есікті байқап қалады. Ішінен қызыл қорап тауып алады. Қораптың ішінен Роуздың көптеген қара нәсілді жігіттермен түскен суретін көреді. Ішінен Уолтер мен Джорджинаның да суретін байқайды. Роуз екеуі жолға шығуы керек. Есік алдында отбасы мүшелері тұрады. Роуз сөмкесінен көліктің кілтін таба алмай тұрып алады. Крис оған ашуланып, кілтті бер деп айқайлайды. Роуз кілтті көрсетіп, өтірік істеп тұрғанын айтады, және кілтті саған бермеймін дейді. Месси қасықпен дыбыс шығарады. Сол кезде Крис құлайды және тағы да түнекке түседі. Крис оянса, бір бөлмеде орындықта отыр. Аяқ қолы байлаулы. Алдындағы теледидар қосылып, Диннің әкесі коагула процедурасы жайлы айтады. Бір кезде экранда шай құйылған кесе шығады. Крис тағы да есін жоғалтады. Род жағдайды полицияға айтады, бірақ оған ешкім сенбейді. Сосын ол Криске өзі көмектесейін деп Роузға қоңырау шалады. Крис жайлы шындықты айтса, диктофонға жазып алайын деп ойлайды. Бірақ Роуз оған дым білдірмейді, және Крис кетіп қалды деп оған өтірік айтады. Крис тағы да оянады. Теледидар экранында Джейм Хадсон шығып, Криске қандай дайындықтардан өткенін және миды трансплантациялау операциясы қалғанын айтады. Операциядан кейін Крис өз денесін басқара алмайтын, жай ғана бақылаушы болатынын айтады. Теледидар сөнгесін Крис орындықтан шығып тұрған мақтаны ұстайды. Экран кесені көрсетеді. Крис тағы да есін жоғалтады. Дин Джейм Хадсонға операцияны бастайды. Джереми Кристі алып кетуге келіп, қолдарын шешеді. Ол қарамай тұрғанда Крис басынан ұрып талдырады. Сосын құлағындағы мақтаны алады. Динге бұғының мүйізін тығып өлтіреді. Сосын ары қарай барады. Джорджина оны көріп қашып кетеді. Сосын ол Мессиді көреді. Месси кесесін алуға жүгіреді, бірақ Крис оны сындырып тастайды. Месси Кристің қолына пышақ тығады. Сосын Крис сол пышақпен оның өзін өлтіреді. Ол енді есіктен шығайын деп жатқанда,
артынан Джереми келіп қылғындырады. Крис оның аяғына пышақ тығып өлтіріп кетеді. Енді көлікке мініп қашып бара жатқанда Джорджинаны қағып кетеді. Крис оны өзімен алып кетеді. Роуз осы уақытта дауысты естіп, сыртқа мылтықпен шығып, Джорджинаны әже деп атайды. Себебі осы үйде қызмет етіп жүрген екі адамның денесінде Роуздың атасы мен әжесі өмір сүреді екен. Джорджина есін жиып Криске шабуылдайды. Сосын олар ағашқа барып соғысады. Роуз мылтықпен ата бастайды. Крис қаша бергенде оны Уолтер, яғни Роуздың атасы ұстап алады. Крис телефонның жарығын жағады. Сол сәтте Уолтер есін жиып Роуздың өзін атады. Кейін өзінде атып өлтіреді. Содан кейін Род полиция автокөлігімен келіп Кристі алып кетеді. Осымен фильм бітеді. Достар, видео ұнаса лайк басып, арнаға жазыла кетейік. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды.